Күннің әр сәті бір дәмнен басталады. Таңғы шай, хош иісті кофе, жылы әңгіме, тыныш сәт. Халал талаптарына сай дайындалған өнімдер, мұқият таңдалған ингредиенттер, табиғи сапа, отбасымен, жақындармен, немесе өзіңізбен оңаша сәттерге арналған. Куликов адал өнім, шынайы дәм, әр күніне лайықты тәтті сәт. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah Rabbil alamin. Usalli salatan wa salaman ala al-habibil amin Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hürmetli bауырлар, Мәдина қаласындағы Пайғамбар саллаллаху алейхи ve sellemнің табаны теген исламның астанасы болған сахабалардың ең көбі дүние салған Мәдина қаласындағы Пайғамбарымыздың сахабаларына арналған сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Алланың бір сәттілігімен бұл сахабалар тек қана осы екі қалада. Алланың құдіретін қарасай. Мекке мен Мәдинада ғана түсіріліп жатыр ғой. Қажыларға, бауырларға өзінің оқиғалары болған жерде болып жатыр. Бірақ енді біз бүгін Мәдина қаласында болғанымызбен Мекке қаласында туылған кісі жайында айтайын деп жатырмыз. Бірақ бұл да Мәдинаға келеді, қазір келеді. Қалай келетінін көреміз. Бұл кісінің аты Харис ибн Хишам әл-Махзуми. Атақты Махзум тайпасынан. Бұл кісі бәріміз танитын, бұл үмметтің ферғауны деп аталған Абу Жахилдің туған бауыры. Хишам деген бұлардың әкесі ғой. Абу Жахил ибн Хишам, Харис ибн Хишам, ағайынды бауырлар. Бірден осы жерде тегін айтып кете салайын, түсінікті болу үшін. Бұл Хишам жалпы Мұғира деген кісінің үш баласы болған. Бізге қатысты үшеуі бар енді. Мұғира деген кісінің үш баласы болған. Біреуі Валид, Валидтен Халид туылады. Халидтің бауыры бар, Валид деген тағы да. Валид мұсылманды ерте қабылдайды, Халид кеш қабылдайды. Бірақ мұсылман бар. Бірақ әкелері Валид түрдігінде тозақпен сүйіншіледі. Валид ибн Мұғира. Мұғираның екінші баласы Хишам. Хишамның балалары Абу Жахил мен Харис. Абу Жахилден Икрима туылады. Икрима ибн Абу Жахил, білесіздер оны. Харистің балдарына енді келеміз иншалла. Одан кейін үшінші, Мұғираның үшінші баласы бұл Хашим. Демек, Хашим, Хишам, Валид. Атақты үш балалар. Хашимнен кім тарайды десе, қызығын айтайын. Хашимнің қызы Хантама деген қызы болғанда, Хантама Хаттабтың әйелі ғой. Демек, Омардың анасы. Мыналардың бәрі Абу Жахил, Харис, жағы кімдер, Халид ибн Валид, бұның бәрі кімдер екен демек? Омардың нағашылары. Омар бұлардың жиені да, радиаллаху анху. Туысқанды қарым-қатынастарын қарсы. Керемет тұр байланыс, көріне ма? Сақы. Ал кеттік ал. Харис ибн Хишам әл-Махзуми. Алла елшісі бұлай деп айтқан екен, саллаллаху алейхи вассалам. Мынаған ие бол уа Харис деп айтты дейді. Арнай осы кісіге арналған хадис бар екен. Мынаған ие бол уа Харис деп тілін көрсетті дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ал енді неге айтқан қазір көреміз енді. Әкесінің есімі Хишам ибн Мұғира. Анасының есімі Асма бинт Мухарриба. Туған жері Мекке қаласы, дүние салған жері Шам. Палестина мен Сирияның екеуінің бірі ортасында. Кеттік ал. Харис ибн Хишам Меккедегі ең мәртебелі ақтүйек, жаңа көріп отырсыздар, ақсүйектер отбасында дүние келген. Бұл кісіге қызық айтайын сіздерге, қажет келем. Мынадайда бұл кісінің абыройы соншалықты дәрежеде екі арабтың тайпасы бір-бірімен қырылып қалады ғой. Сонда мынау нені керісті бастаған тарап кешірім сұрап бармай ма енді ар жаққа? Кешірім сұрап барып тұрған кезде былай деп айтқан дейді ғой. Сен не кешірім сұрап келген кезде кешіре салатындай Харис ибн Хишам бедің деп айтқан екен да. Теңеуді қарасай, сен не бірден кешіре салатындай Харис ибн Хишам бедің деп айтады дейді. Ақындық па, батырлық па, даналық па, не керек, мына кісінің бойында бәрі бар да. Субханалла. Бірақ әттеген ай, біргем дүние ай. Харис ибн Хишамның исламды қабылдауы пайғамбарлықтың 21-ші жылына дейін кешікті дейді ғой. 21 жыл бойы пайғамбармен дұшпан болған ғой. Хижреттің 8-ші жылы
пайғамбарымыз Мединадан Меккеге барып, Меккені ашпай ма, фатық қылмай ма? Сол кезде бұл кісі исламды қабылдайды. Қазір келеміз қалай қабылдайтыны. Бірақ бұл Абу Жахилмен бірге бауыры Бәдірде пайғамбарымызға қарсы соғысқан. Абу Жахил өлген кезде бұл қашып кетеді, бауыры өлген кезде. Сонда неге қаштың деп сұрамай ма енді кейін? Неге қаштың деген кезде былай деп айтқан екен, жеңе алмайтындарыңды білдім деп айтқан екен. Жеңе алмайтындарыңды білдім деп. Бұның қашып кеткен, енді бұндай адам қашқан көрініп қалады ғой, енді басқаларды көрмесін. Бұның қашып баратқан Хасан ибн Сәбит көреді ғой. Или бұған жетеді Хасанға. Жаңағы Бәдірде кім, Хашим, Харис ибн Хишам қашып кетті деп. Сол кезде Хасан деген өлеңдер жібереді, білесің ғой, пайғамбар ақыны ғой Хасан. Пайғамбарымыз не дейді Хасанға? Ей Хасан, айт өлеңдеріңді, ақындықтарыңды, айт, сені Жәбірейілдің өзі қуаттап жатыр дейді. Тыңдап тұр дейді да Жәбірейілдің өзі. Анау Омардың заманында келіп, анау мешіт кеше арқасы болады ғой ақындардың. Жіберіп атпай ма Омардың заманында келіп? Өлеңмен қоса кет дейді ғой Омар. Шық түс дейді мынадай, мінбардан шық дейді бар. Пайғамбарымыздың мінбарынан түс. Сонда Хасанды қарасай, ей Омар, бұл жерде мені сенен қайырлы адам мені орнынан түсірмеген дейді да. Сен кімсің дейді да, түсіріп тастайтын бұл жерде. Пайғамбар ана неге михрабқа шығарып қойып бұған не айтқызған ғой, жыр жолдарын айтқызған ғой. Сенен қайырлы адам бұл жерде мені қумаған дейді да. Сен қайдан қуып жатсың мені дейді да, Омарға айтады. Ой, Омар бірден тәубесіне түседі ғой, кешір Хасан дейді да, кешір. Оның өмірі білмеймін, мына кітапта бар ма екен? Автордан сұрау керек ғой. Ақындар естіміз. Дұрыс өлең жолдары болса, оны ислам не қылады? Бар ғой күшті. Серік Қалиев сияқты мықты кісілердің өлеңдері. Кетті ма? Сонда қараңыздар. Хасан ибн Сәбит бұны келемеж деп өлеңдер жібереді ғой жаңа. Бұл қызық, қазір бізде интернетпен шығады ғой өлеңдердің бәрі мысалға. Ол заманда керуенмен кететін болған өлеңдер. Ауызбау жаттайды да кететін болған. Меккеге керуен кетіп барып айтып жібереді Хасан. Ана жақта ананы естиді да жаңа Харис. Депрессия деген сияқты. Бірақ бұл депрессияға түспейді. Хасанның өзіне жолдайды дейді ғой өлеңші. Бұл да не болып тұрғандай, мықты болып тұр ғой, ответка. Сөйтіп Ухуд шайқасына да келеді келесі жылы ше. 3-ші жылы хижреттің. Ода да мүшрик күйінде қатысты дейді, субханалла. Өкінішті енді, бірақ енді сөйтіп хижреттің 8-ші жылы Мекке ашылған кезде Абу Талиптің қызы Али радиаллаху анхудың әпкесі бар, Умму Хани деген. Сол кісі Харис ибн Хишам келіп, мені қорғауың алмасам, мыналар өлтіреді мені. Бірақ пайғамбарымыз ешкімді өлтірмейді. Бәрін естиді. Бірақ мынау алдын ала келатқан естиді да қорқады ғой, болды, ұсталдық дейді ғой. Умму Ханиге барып, мені қорғаның ал дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Умму Хани қорғанын алған естиді, Харисті, енді Харис қайда? Бірден сұрайды ғой, Меккеге барғанда, атақтылар ғой. Умму Хани қамқорлығын алыпты деп айтады ғой. Али келіп айтады. Бірақ Расулалла, я Алланың елшісі, мен деген оны бар ғой ше. Жасайтын нәрсем жасағым келіп тұр дейді ғой. Али рады ашуланып келіп тұр. Өйткені біледі ғой, Ухудтан естеді, Бәдірден естеді бұны. Тем более Абу Жахилдің бауыры, бүкіл үмметтің перғауыны. Сонда пайғамбарымыз қарасайшы, субханалла, мына кім істеп жатыр? Умму Хани қамқорлығына алған кісіні біз де қамқорлығымызға аламыз деп айтты дейді ғой. Саусақтарының ұшын тигізбеңдер дейді Хариске. Сөйтіп бұны амандықта қалдырады. Осы күннен бастап Харис ибн Хишам сахабаларды көреді ғой. Сөйтеді де исламға деген өкініш, уже исламға деген жүрегін Алла тағала ашты дейді да, жұмсақ қылып. Енді өзінен қадам болып тұр ғой. Адамның өзінен қадам болмаса, ол сол қалпында қалады, тәкаппар болған күйінде. Сөйтіп өткен күн еске алып дейді, қаншама жылын бойындағы қажыр қайратын пайғамбарға дұшпан күйінде өткізгендігі үшін өзегін өртеп жанын қоярға жер таппайтын еді дейді. Өкінішті айрын. Сөйтіп Алла елшісі Меккені ашқаннан кейін, кешегі біз алдында сахабаның өмірін айтқан кезде Хунайн шайқасына кетті, 12.000 сахаба. Жаңа бара сала бірден 11.900 қашып кететін соғыс, енді оны айтпай қой қайта-қайта. Сөйтіп Хунайн шайқасында әскердің қатарында болды дейді Харис ибн Хишам. Демек, мұсылмандар исламды қабылдап бірден Таифқа шығып кеткен Хунайн шайқасына. 12.000 әскердің ішінде біреу осы кісі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям соғыстан түскен олжаны
бөліп жатқан кезде қажекелер ансарлықтарға бермейді, ана атақты оқиға бар ғой, білесіздер ғой. Тек қана кімдерге береді? Меккеліктерге береді. Жаңадан исламды қабылдаған мүшриктерге. Жоқ, Хунайнда ғой, Хунайнда. Худайбия ол келісім, оның алдында 2 жыл бұрын болады, 6-шы жылы хижрет. Сөйтіп қарасаңызшы, бұл кісінің дәрежесін түсірмеу мақсатында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 100 түйе берді дейді ғой, Харис ибн Хишамға. Жаңа исламды қабылдаған. 100 түйе берді дейді. Мынадай нәрсе бар қажекелер. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам исламға дейінгі мықты кісілердің исламды қабылдағанның ешқашан дәрежесін түсірмеген. Сол үшін Меккеге келе жатқан кезде былай деп айтады: кімде-кім Қағбаға кірсе аман қалады дейді. Кімде-кім өзінің үйіне кірсе аман қалады дейді. Кімде-кім Абу Суфиянның үйіне кірсе аман қалады дейді. Қарасай. Абу Суфиян мүшрик қой әлі. Сен Абу Суфиян үйінде не істейсің мысалы? Өзің үйің бар ғой Меккеде. Не бар Абу Суфиян үйінде? Абу Суфиянның қаншама соғысқа қолбасшы болып келді, бағана Ухудқа, Бәдірге. Абу Суфиянның мәртебесін сол күйінде қалдырып жатыр да. Сол үшін ол Абу Суфиян келіп исламды қабылдайды да. Жерге ұрмаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Дәл сондай міне Харистің мәртебесін 100 түйе деді. 100 түйе деген пайғамбардың өмірі тігілген түйе ғой. Пайғамбардың басына келіп білу үшін 100 түйе тігілген ғой. Ал ойлай бер. 100 түйе берді. Ана кісі өзін кәдімгідей андай сезініп қалды дейді да, жаңағыдай орны бар адам ретінде сезініп дейді да. Бұл ойлайды ғой баста бізді енді жерге ұрады, өлтіреді, бүйтеді, қинайды. Жоқ, пайғамбар наоборот. Аспанға көтеріп жіберді дәрежесін, субханалла. Осы жерде енді әңгіме шығады, ансарлардың ішінде көрдің ба, пайғамбарымыз есегі судан өтті. Өзінің мұхажирлеріне беріп жатыр, бізге әлі шықақ берген жоқ деген сияқты әңгімелер. Шайтан осылай ой салады сахабаларға. Енді ол оқиға мен білмеймін ше, алда келе ма, келмей ма. Бірақ сол жерде пайғамбарымыз ансарлықтар жинап алып айтатын сөзі бар ғой, білесіңдер ғой, енді атақты. Ансарлықтар, сендерге не болды дейді да. Араларыңа кішкентай қой, мал кіріп кетіп еді, әңгіме шығып жатыр ғой дейді да, бықсып. Біліп қойыңдар дейді, мен Меккеде Мұхаммед болып туылмағанымда дейді пайғамбар, мен сендердің іштеріңде туылатын едім дейді. Мен сендермен бірге өмір сүрем дейді, сендермен бірге өлем дейді. Сендер дос болғандармен мен дос боламын. Мен қысқаша айтып жатырмын тез-тез. Ұзақ оқиға, кәдімгі ансарлықтармен жиналып сөйлеседі. Сендер дос болғанмен мен дос боламын, сендер қас болғанмен мен қас боламын. Біліп қойыңдар, адамдар қойларды, түйелерді үйлеріне арқалап кетіп бара жатқан кезде сендер Алланың елшісін үйлеріңе алып қайтасыңдар. Разы емессіңдер ма деп айтады. Мен сендермен бірге өмір сүрем, сендердің іштеріңде өлем дейді. Міне осы Мәдина қаласында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол оқиға болатын кез ғой мынау. Көрдің бе? Ұзақ енді ол оқиға, мен кіргім келіп тұрған жоқ, қазір қуып кетемін тағы. Мына кісінің өмірі де өткені ұзақтан нормально. Ал кеттік ал. Сөйтіп бұл кісі исламды қабылдап, енді бұған қызық қой енді бұл пайғамбарымызға. Сөйтіп пайғамбарымызға келіп айтты дейді ғой, Алланың елшісі, уахи қалай түседі деп айтты дейді да. Уахи қалай келеді, Құран қалай келеді деп айтты дейді да. Енді содан кейін көрді ма бұл қалай келетінін, көрмеді ма? Көрді ғой, көрді. Әлі 2 жыл бар ар жақта. Пайғамбарымыздың қалай уахи келгенін көрген да бұл ше, көрдіңіз ба? Содан кейін барып тиыш талғанда. Сөйтіп пайғамбарымызға келіп саллаллаху алейхи уассалам, қара, машалла, негізі ақылды, бәрібір ақылды, қарасай, деп айтады дейді ғой. Алланың елшісі, маған ақыретте Алланың азабынан құтылатын бір амал жайында хабар берші деп айтты. Күшті сұрақ. Бәрімізге керек сұрақ. Маған да керек осы сұрақ, бәрімізге. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынаған ие бол деп айтты. Бағанағы хадистің айтылған жері. Мынаған ие бол деп айтты. Сосын мен өз-өзіме ішіммен сөйлестім дейді. Мен өзім онсыз да көп сөйлемейтін адаммын. Неге бұны маған айтып жатыр деп айтты дейді да. Сөйтіп кейін дейді, осыдан қиналдым деп айтты дейді ғой. Тілден таптым дейді ғой. Кейін менің ең ауыр сынағым дейді. Тілден ауыр сынақ көрген жоқпын дейді да. Тілге ие болудан қиын нәрсе жоқ екенін түсіндім дейді да. Кімге не айту керек екенін біледі да пайғамбарымыз. Анау ақындығы бар ғой бәрібір. Сәл қудыртып жібереді да адамдарды отырып алып. Шайырлығына салып. Сол үшін мынаған ие бол деп айтты дейді да. Бұл сені қиямет күні құтылғызады деп айтты дейді. Пайғамбарымыздың хадисі бар саллаллаху алейхи уассалам. Кімде-кім екі еріннің ортасындағы ие болса, екі бұттың ортасындағы ие болса, жәннатқа кепіл боламын мен дейді. Мен оған гарантия боламын дейді, жәннатқа. Екі нәрсеге ие болса дейді. Екі тілінің ортасына және екі бұтының ортасына. Зинадан сақ болса және өсек, өтірік, ғайбат, айыптау, айыбын ашу, жала жабудан сақ болса деп жатыр ғой. Тілдің апаттары.
Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеге келді, Қағбаны тазалады, білесіздер ғой енді. Мәдинаға қайтадан қайтты. Кейін қайтадан қоштасу қажылығына келді ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сөйтіп пайғамбарымыз дүниеден өткеннен кейін Харис ибн Хишам Меккеде қалды дейді. Пайғамбарымыз дүние салғанға дейін өзі қалды сол жерде болды. Просто пайғамбарымыз не істеп тұрды? Келіп тұрды Меккеге саллаллаху алейхи уассалам. Сөйтіп мұсылмандардың билігі Абу Бәкірге өткен кезде дейді. Пайғамбарымыз дүние салғаннан кейін Абу Бәкірге өткен кезде Абу Бәкір радиаллаху анху халифа ғой, Меккеге хат жолдады дейді. Харис ибн Хишам, Сухайл ибн Амр, Икрима ибн Абу Джахил үшеуің де Мәдинаға қарай келіңдер деп айтты дейді. Ислам әскеріне көмекке деп айтты дейді. Мына үшеуі енді ойбой сайдың тасы олар. Ертең Сухайлдың өмірін өтеміз. Сухайл ибн Амр. Мына Сухайл ибн Амр Харистің қасындағы жаңа. Пайғамбарымыз неден өткен кезде Мекке полный діннен шығады. 80% ма сондай. Сол діннен шығып жатқан кезде Сухайл ибн Амр имандарын сақтап қалады Алланың қалауын. Ең соңғы болып иманға келіп, ең алғашқы болып имандықтан шығып дейді, бет бұрып мүртат болып, ұялмайсыңдар ма сендер дейді. Нағылған опасыз халықсыңдар ей меккеліктер деп мына кісі сөйлейді ғой. Мынаның Сухайлдың сөйлеуі тілі мына Харис ибн Хишамнан да мықты. Енді ертең өзінің несіне келеміз, өмір баяғын бар мына жерде иншалла. Осы үшеуін, Икриманы танисыңдар енді, ол Икрима король жекпе-жектердің, төбелестің несі, жауынгер кісі болған. Осы үшеуін шақырды дейді. Жолға дайындығымен Меккеден шығып бара жатқан кезде, қараңыздар, ал енді авторитет бағанаға ең басындағы сөзге қайтамыз. Не, сен не кешіретіндей, Харис ибн Хишам бедің деген жоқ па? Қара енді. Жолға дайындалып Меккеден шығып бара жатқан кезде қала түгелімен артынан еріп шықты дейді Мекке. Мәдинаға баратын жолға қарай. Сөйтті де барлығы Харис ибн Хишамды қимай орындарында тұрып жылады дейді қоштасып тұрған кезде. Сонда Харис те көз жасына ие бола алмады дейді. Сөйтіп былай деп айтты, тарихта қалған мынадай сөзі бар екен. Бұл Ибнул Асирдің Устул Ғаба фи Ма'рифати Сахаба деген кітабында келген. Уа халайық дейді. Алламен ант етейін, мен сендерден құтылу үшін немесе мына ұлы қала Меккеден өзге мекенді артық көріп шығып бара жатқан жоқпын дейді. Маған бұдан артық жер жоқ дейді. Әркімнің туған жері Мысыр шаһары. Алайда жағдай осыны талап етіп тұр дейді. Себебі бізден бұрын исламды қабылдағандардың кейбірі тегі мықты болмаса да, қарасы әңгімені тегіз қалады ғой. Тегі мықты болмаса да, игілікте жасауда, игі іс жасауда бізден әлде қайда осып кетті дейді. Біз 21 жыл дұшпан болдық деп жатыр ғой, аналар деген қаншама нәрсе істеп жатты дейді. Егер біз мына Мекке тауларындай алтынымыз болып дейді, Меккенің тауларындай. Соны Алла жолында жұмсасақ та, енді жете алмаймыз оларға дейді. Алғашқы исламды қабылдағандарға. Біліп тұр, машалла, ақылды да. Бұл дүниеде олардан артта қалдық дейді. Бірақ істің шешімі бар дейді. Ол Алла жолында дін таратып өлу дейді. Яғни шахидтік мәртебелі өлім дейді істің шешімі. Менің бұл сапарым Аллаға қарай аттанатын жол екенін білем дейді. Яғни мен енді келмейтінімді біліп тұрмын дейді ғой, қарасай. Болды, Мекке сендер сау болыңдар, мен екеуінің де жылайтындай бар да, халықтың жылайтындай да бар, бұның да жылайды. Өйткені болды, мен өлім сапарына кетіп бара жатырмын дейді. Бұл менің сапарым Аллаға қарай аттанатын жол екенін білемін деп қимастықпен жолға шығып кетті дейді Мәдинаға қарай. Сөйтіп қалың жұртшылық көзі жаудыреген көңілсіз кейде асылдарымен қоштасып қалды дейді Меккеде. Ал енді қараңдар. Пайғамбарымыздың сүннетін Абу Бәкір істейін деп жатыр. Мәдинаға жеткен кезде дейді, халифа Абу Бәкір ас-Сыддық әрқайсысына жеке-жеке кіріп сәлем беріп шықты дейді. Халифа ғой сарайға келсін деп айтуға бола ма? Мыңмен келеді ғой келсін десе. Бірақ бұл кісі олардың мәртебесін біледі ғой Абу Бәкірде. Өзі бірінші барды дейді ғой. Тағыңнан түсіп қалмайсың деген сияқты ғой жаңа. Бая Омар ибн Абдул-Азиз бар ғой, халифа, 5-ші әділетті халифа. Үйіне қонақ келіп жатады ғой. Сол кезде майшам өшіп қалады ше. Дастарханда тұрған майшам өшіп. Ана шеттегі майшамды алып нан тұтату керек қой, бір-бірін жағу керек қой. Қызметшілер жүр ана жерде. Халифа ғой ана Омар ибн Абдул-Азиз орнынан тұрады да барып майшамды алып келеді де нан тұтатады ғой, жақтырады ғой. Сонда жанында отқан, қонақ келіп отқан кісі айтады ғой, қаншама қызметші жүр, біреуін жұмсасаң, ей халифа, орнында отыра берсең болады. Омар болып тұрдым дейді.
Омар болып отырдым дейді, не болды дейді да. Тағымдан түсіп қалған жоқпын дейді. Тұрған кезде Омар едім, отырғанда да Омармын дейді, не болыпты дейді. Өзім барып әкеле салдым дейді. Сондайда Абу Бәкір да барып сәлем беріп, не болыпты? Кішірейген жоқпын ешқандай. Дәрежесін көтеріп алды кезінше. Кішіпейілдік болған сайын адам дәрежесін көтермейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадистер бар ғой. Кім Алла үшін кішіпейіл болса, Алла оны көтеріп қояды деген хадис. Кім ұлықтықты қаласа, онда ол кішік болсын дейді. Кішік болсын деген жаңа чыма болып таяқ жеп жүру емес бұл жерде. Бұл жерде құрмет мәселесінде айтылып жатыр. Сыйлай алатын, түсінетін адамдарға. Сөйтіп Абу Бәкір ас-Сыддық олардың келгендеріне қатты қуанды, жеке-жеке сәлем берді дейді, бірақ арада көп ұзамай дүниеден өтті дейді ол кісі. Заман Омардың заманы келді дейді, радиаллаху анху. Омардың заманында Шамдағы Византия империясына қарсы мұсылмандар қосымша күш керек болды деп Омарға хат жазды дейді да. О жақта соғысып жатқандар кімдер? Халид ибн Валид, Абу Убайда ибн Жаррах, Муаз ибн Жабал, бәрі сияқты жүр. Ең мықтылардың бәрі. Сөйтіп қосымша күш керек деп айтты. Өйткені олардың саны өте көп. Византия империясының, Шығыс Рим империясы. Сонымен бұлар баратыр ғой енді. Мәдинада әскер жасақталды. Сол әскермен бірге Харис ибн Хишам да түгел отбасын ертіп алды дейді. Түгел, ешкімнің қалдырмай. Сөйтіп Шамдағы орын алған ұлы шайқасқа қатысты дейді. Ол Хижреттің 15-ші жылы орын алған, адамзат тарихындағы ең сойқан Ярмук соғысы орын алған шайқас дейді. Яғни тарихтың арнасын өзгерткен шайқас. Осы Ярмук Марака Фасила деп айтылады. Яғни ақ пен қараны ажыратқан. Яғни Фасила деген бөлуші. Қалай айтса болады, тарихты өзгерткен сол соғыс. Ярмук соғысы. Неге? Ярмуктан кейін Византия империясы Шамнан түгелмен кетеді. Шам түгелмен мұсылмандардың қолына өтеді, қасиетті Алякса өтеді. Сөйтіп Аляксаның басшылары Омарды шақыртады. Кілтін беруге. Мешіттің кілтін беруге Аляксаның. Сол жерде бұл кісілер соғыс болады ғой, соғысқа қатысады. Ярмук шайқасына қатысады. Енді қараңыздар. Осы шайқас алаңында жауға лап берген кезде, айтпақшы, мен оқыған университеттің аты Ярмук қой сол. Неге Ярмук? Өйткені біздің университеттің жанында 10 километр жерде болған соғыс. Сахабаларға арнап не қойылған жер бар. Белгі қойылған жер бар сахабаларға арнап. Қылыштың белгісі қойылған. Ярмук шайқасында. 33 мың сахаба, 120 мың ба Византиямен соғысады. Қара енді қызың қара мына жерде қара. Харис ибн Хишам осы шайқаста, Ярмук шайқасында жарақат алып аттан құлайды дейді. Әл дәрмені қалмаған, әрі қатты шөл деген Харис, мына оқиғаны білесіңдер бәрің, су деп айқайлады дейді. Есіңе түсті ме бірдеңе? Жанындағы жауынгерлердің бірі дереу суды алып жүгірді дейді. Сөйтіп, оның жанына жақындаған кезде ар жақтан су деп айқайлады дейді ғой. Келесі сахаба құлап түседі аттан. Сонда Харис бірінші анаған апар деп айтады. Суды жүгіріп келіп алып келе жатқан кезде Икрима ибн Абу Жахил көз түсіп, маған емес Икримаға апар деп айтты дейді. Абу Жахилдің баласы ғой енді, бауырының баласы. Икримаға бер деп айтты. Суды көтерген жігіт Икримаға қарай жақындаған кезде Икриманың көзі соңғы демін алып жатқан Айяш ибн Рабиға деген бауырына түсті дейді сахабаға. Анау менен де қатты қиналып жатыр, апар суды деп айтты дейді. Бұл жағы суды алып жүгіріп жүр ғой жаңағы кісі сахаба. Ана кісіге барам дегенге дейін анау үзіліп кетті дейді. Енді мыналар да аман алып қайын деп бері қарай келсе Икрима үзіліп жатыр дейді уже. Икриманы енді ананы алып қайын деп Хариске қарай жүгірсе, Харис ибн Хишам үзіліп кеткен екен. Үш дос. Бұл оқиға тарихта өте танымал оқиға. Кейбіреулер бұның орнында басқа бір сахабаны айтады, бірақ енді Алла біледі. Бірақ осы үш кісіні келтірген мына жерде бұл қай риуаятта келген десеңіздер, Абу Нуайм Асфаханидің Ма'рифату сахаба деген кітабында келген. Сөйтіп бұл кісі Харис ибн Хишам да дүниеден өтеді. Өз бауырларын өздерінен артық қойған сахабалардың бір әрекеті тарихтағы ерекше оқиға ретінде талай адамды таңдай қақтырды дейді. Мынау біраз жерде уағызда айтылады негізі. Өзіңді, пайғамбарымыз хадисі бар, өзіңе қалағанды мұсылман бауырыңа қаламайынша толық иман келтірген болмайсыңдар. Ал қашан бір-бірлерінің араларыңа сәлемді таратпайынша бір-бірлерін жақсы көре алмайсыңдар дейді.
Авала адуллукум аля шайин иза фаалтумуху тахаббатум. Сендерге бір нәрсені көрсетейін ба? Үйретейін ба? Егер соны үнемі істеп жүрсеңдер, бір-бірлеріңді қалай жақсы көргендеріңді білмей қаласыңдар. Үйретші я Расулалла. Араларыңа бір-бірлерің көп сәлемді таратыңдар. Афшу салама байнакум. Бірақ хабарлардың кейбірінде, айтып отырмын, көрдің ба, ихтилаф бар мына мәселеде. Хабарлардың кейбірінде хижреттің 18 жылы бұл кісі Палестинадағы Амуас оба дертінен қаза болған деп те айтылады дейді. Бұны Ибн Хажар айтқан. Бірақ Абу Нуайм әл-Асфахани, бұл Ибн Хажардан алдын өмір сүрген ғалым. Бірақ Алла біледі, қайсысын, иншалла оны ертең жолығып жатсақ өздерінен сұраймыз, қалай қайтыс болдыңдар деп, жәннатта. Артында бағана балалар туралы енді Абдурахман деген ұлы мен Умму Хаким деген қызы қалады дейді. Екі-ақ бала болған екен, жарықтық біргем дүние. Ал әйелі Фатима бинт Валидті халифа Омар ибн Хаттаб күйеуі қайтыс болғаннан кейін қорғанына алады дейді, яғни некесіне алады дейді. Туған жер, жылы төсек пен тоқшылықты тастап, елден жырақта исламды тарату жолында ұлы сахаба, қайталанбас ерекше тұлға Харис ибн Хишам әл-Махзуми бұл фәнимен мәңгілікке қоштасты. Әлемдердің Раббысы оған өзі ойлағаннан да артық жақсылықтарды сыйласын деп өмірі аяқталған екен. Әмин. Керемет өмірі көрдің? Машалла, табаракалла. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирук ва атубу илейк. Ассаламу алейкум, құрметті қазақстандықтар. Баршаңызға Алланың есендігі берекеті болсын. Мінекей қолымда тұрған кереметтей сахабалардың сәулелі ғұмыры деген менің алғашқы еңбегім баршаңыз білетіндей жазылып біткен болатын. Осы еңбектің желісінде біз қасиетті Мекке мен Мәдина қалаларында осы кітаптың желісі бойынша 30 сахабаның өміріне қатысты сабақтарды түсіріп дайындап қойдық. Алла қаласа міне жақын күндерде YouTube каналымызға шығады. Сол жерден қапы қалмай бізбен бірге ілесіп, осы сахабалардың сәулелі ғұмырынан сіздер де өмірлеріңізге сәуле алыңыздар, нұр алыңыздар деген ниетпен осы кітапты қайтадан сатылымға шығарып жатқан жайымыз бар. Төменде көрсетілген номерге хабарласыңыздар. Төменде WhatsApp-тың сілтемесі бар. Сол жерге өтіп, осы кітапқа тапсырыс беріп, бізбен бірге күнделікті сахабалардың өмірбаянында араласып, бізбен бірге қатынасып, сабақтың берекетін алуды Алла нәсіп етсін. Алла жар болсын баршаңызға, пайдалы білім берсін. Сахабалар салған сара жолмен жүруді нәсіп етсін баршамызға.